Жалпы Ирина, мені бала күннен бастап бір сұрақ толғандырады. Қандай? Сонда мерекенің қарбаласы көбейген аяз ата шаршамайды екен. Жалпы жаңа жыл ғой, бір демалып, өз отбасының қасында қарсы алғысы келмей ме? Жаңа жылда ол кісі. Жансергенде мерекеде демалмайтын тек қана аяз ата емес. Қайта жұмысы күшейіп, қарбаласып кететін мамандық иелері де бар. Сюжетке назар аударайық. Міне, жаңа 2016 жылға да санаулы күндер қалды. Бәріміз дастархан дайындап, сыйлықтар алып, жаңа жылды қарбаласта жүрміз. Дегенмен дәл осы мереке күндері демалмақ түгілі жұмыстары 2 есе артатын мамандық иелері бар. Олар кімдер екен? Біз бүгін соны анықтаймыз. Ал мынау Астана қаласындағы жол қозғалысын қадағалау және ұйымдастыру бөлімшесі. Мұнда да жаңа жылдық мерекелік отырысты жұмыстағы кезекшілікке алмастырған азаматтар бар. Солардың бірі Қуаныш Әлімбекұлы. Қазір тілдесіп көрейік. Біздер полиция қызметкерлері әрдайым әр мейрамдарда, мерекелерде біз күшейтілген режимде қызмет атқарамыз. Қала көшелерінде және қоғамдық орындарда мұқият болып, қоғамдық тәртіпті сақтауын өтінеміз. Сонымен қатар есік терезелерін бекітіп, тексеріп, қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауын өтінеміз. Деніміз сау, ауламыз тыныш, мерекенде бастап кеттік. Түрлі жарықтар, отшашулар. Бірақ дәл осы отшашулы сәттерде жүректері дүрсілде барлық жайтты қатаң бақылауда ұстап отыратын қызметкерлер бар. Олар өрт сөндірушілер. Біз қазір дәл сондай қаһармандардың бірі қызыл жалынмен жағаласқан Сағынжан Құдайбергенұлынан жаңа жылдық өрт сөндіру жағдайлары туралы сұрап білмекпіз. Осы жаңа жылдық кезекшілікке жиі түсесіз бе? Жалпы жаңа жылдағы өрт сөндіру жағдайлары немен байланысты болып жатады көп жағдайда? Жаңа жылда негізі өрт бәрі мынау біздің от шашуларға бәрі байланысты болады. Неліктен өйткені техникалық қауіпсіздік сақталмайды. Бұл бізде ең бірінші сұрақ болып есептеледі. Жаңа жылға негізі түскен кезде күшейтілген ауысымдар кезекшілікке түсеміз. 24 сағат бойы осы өзіміздің шығу ауданымыз бойынша қызмет етеміз. Бекітілмеген жерлерде және заңсыз сатылымдардан аулақ болып, от шашуларды сатып алмау керек. Жаңа жыл кірер түні жедел жәрдем қызметкерлері де тынбай еңбек етеді. Қызуы көтерілген немесе түрлі оқыс оқиғаға тап болған азаматтарға уақытылы әрі сапалы көмек көрсету үшін таңға дейін көз ілмейді. Міне 31-нен 1-не қараған түнді елдің амандығы мен саулығына арнаған мамандармен танысып, олардың кеңестерін білдік. Ендеше жаңа жылдық түн қуаныш пен шаттықтың, тыныштық пен жақсылықтың түні болғай.